Қоғамымыздың алға басуы, ізгілік пен татулықтың қайнар көзі мектеп болып табылатыны даусыз. Әрине, мектеп атты кеменің тізгінін мығым ұстау әр адамның қолына келе бермейді. Ал ұстаздың шығармашылық тұрғыдан дамуын ықпал ететін де мектеп басшысы. Осы орайда мектебіміздің көшбасшысы Әділет Қайратұлы білім ошағымызда 2019 жылдан бастап басшылық етуде. Ол кісінің ұйымдастыру қабілеті шыңы өз жемісін беруде. Атап айтсақ, мектеп басшысы болғаннан бері әр оқу жылының соңында өткізілетін мектеп жетістіктерінің мониторингі бойынша жыл сайын аудан бойынша алдыңғы орындарды иеленуде. Мен табысты көшбасшы болу жолында өзімнің дамуымды және басқаларды дамытуда ұлы ойшыл Әл-Фарабидің шын білім әрдайым ақиқат, анық болатын білім деген сөзін басшылық қаламын. Яғни сөзім мен ісімнің сәйкестігін бақылап, әрбір ұжым мүшелерінен нақтылық пен турашылықты талап етемін. Қолайлы жұмыс жасау ортасын қалыптастыруға тырысамын. Қазіргі таңда оқушылардың сапалы білім алуын қамтамасыз ету мектеп міндеті. Менің болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілігім. Әрбір ұстаздың пікірін ескере отырып, білім беру процесін жүргізуде үнемі ізденіс пен жаңашылдықта болуын жіті бақылап отырамын. Ұстаздарымыздың шығармашылық жұмыстарымен қатар өз кәсіби шеберліктерін, пәндік құзыреттіліктерін өрлеу акционерлік қоғамдық орталықтарында, Назарбаев зияткерлік мектептері, дербес білім беру ұйымдары, педагогикалық шеберлік орталықтарында біліктіліктерін арттыруда. Мұғалімдеріміз облыстық, республикалық кәсіби байқаулар, ұстаздар арасында жыл сайын өткізілетін, дәстүрлі түрде өткізіліп отыратын пәндік олимпиадалардың жеңімпаздары. Атап айтсақ, Ілиясова Райхан Адамбекқызы жыл мұғалімі 2021 байқауының облыстық жеңімпазы. Ағылшын тілі пәні мұғалімі Жұмаділлә Гүлжанат Сарыбайқызы дарынды балаларға талантты ұстаз байқауының облыстық кезеңінің жеңімпазы атанып, республикалық байқауға жолдама алды. Шығармашылықпен жұмыс істейтін әріптестермен өзара тәжірибе алмасу бағытында ауыл мектептерінің білім сапасы, қазіргі жағдайы, мәселелерін шешу жолдары секілді халықаралық, облыстық деңгейде іс-тәжірибе тарату жұмыстары да жүйелі түрде жүргізілуде. Ұлағатты ұстаздан тәрбие алған адам жақсы қоғам қайраткері, ұлы тұлға болып қалыптасары анық. Оқушыларымыз жыл сайын аудан, облыс, республика көлемі бойынша өткізілген түрлі пәндік олимпиадалар мен конкурстарда, шығармашылық байқауларда жүлделі орындардан көрініп, мектебіміздің абыройын асқақтатып жүргені анық. Атап айтсақ, мектебіміздің 11-ші сынып оқушысы Жекебай Тілек 2 жыл қатарынан республикалық абай оқуларының жеңімпазы атанды. 10-ші сынып оқушысы Серікқызы Күнай аудандық жыл оқушысы номинациясының жеңімпазы атанып, облыстық кезеңге жолдама алды. Сондай-ақ, облыстық пәндік олимпиада мен ғылыми жобалардың жеңімпазы. Сонымен қатар, бірнеше жыл қатарынан мектеп үмітін ақтап, түлектеріміздің алтын белгі, үздік аттестат, мемлекеттік грант иегерлері жыл санап өсіп келеді. Соңғы 2021-22 оқу жылында мектебіміздің түлектері 100% мемлекеттік грант иегері атанды. Бұл біздің мектеп үшін үлкен мәртебе және мақтаныш. Мектебіміздің мұндай жетістікке жетуіне мектеп мұғалімдерінің ата-аналармен тығыз байланыста жұмыс жасауы ықпал етіп отыр. Содан болар, әр ата-ана мектепке деген үлкен құрметпен қарайды. Оқушыларымыздың мамандық таңдауда кәсіптік бағдар бойынша мектебіміз Көксу ауыл шаруашылық колледжі, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті және Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті, Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар мен әлем тілдері университеттерімен тығыз байланыс орнатуда. Мектептегі оқушылардың оқу сауаттылығын арттыруда, мектебімізде үлкен жобалар іске асырылуда. Оқуға құштар мектеп жобасы қарқынды жүзеге асырылуда. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру мақсатында алтын ұямызда үлкен жобалар, буккроссинг бұрышы,
мобильді электронды кітапхана, Coworking орталықтары ашылып, оқу сөрелері қазақ және әлем әдеби шығармаларымен жыл сайын толықтырылып келеді. Кітапханамызда 300-ден аса электронды кітап қоры балаларға қолжетімді. Сондай-ақ оқушылардың оқуға құштарлығын, мектеп құндылығын арттыру мақсатында ұстаздарымыз заман талабына сай түрлі ақпараттық коммуникативтік құралдар мен интербелсенді әдіс-тәсілдерді өз сабақтарында оңтайлы ұштастыруда. Мектебіміз білім сапасын көтерумен қатар, оқушылардың шығармашылық, спорттық қабілеттерінде баса назар аударады. Білім ордамызда дені сау ұрпақ ұлт болашағы жобасы аясында оқушыларымыз ата-аналармен бірге түрлі спорттық іс-шаралар мен үйірмелерге белсене қатысып, өз денсаулықтарын шыңдауда. Мектеп қабырғасында футбол, волейбол, тоғызқұмалақ, шахмат үйірмелерінің үздіксіз жүзеге асырылуының арқасында оқушыларымыз аудандық, облыстық, ұлттық мектеп лигасының жеңімпаздары атануда. Білім беру ұйымының табысты көшбасшысы ретінде маған деген ата-аналардың, ұстаздар мен оқушылардың сенімінің арқасында мен өзімнің сапалы имиджімді қалыптастырудамын. Шығармашылық пен ізденіске толы еңбек жолымда облыстық білім басқармасының құрмет грамоталарымен, оқу ағарту министрлігінің құрмет және алғыс хаттарымен марапатталдым. Заманауи мектеп директоры ол үлкен стратег, үздік менеджер болуы керек. Ол ұжымды алға қойған мақсатына жетелеуші деп білемін. Жұдырықтай жұмылған педагогикалық ұжымның әрбір елеулі оқиғалары мен межелі жетістіктері менің мәртебемді көтереді. Мен басшы ретінде мұндай істің басында отырып, қоғамға өз пайдамды тигізгеніме мақтанамын.